Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сырный шарики жасап үйренетін боламыз. Алдымен ыдысымызды дайындап аламыз. Ыдысымыз міндетті түрде құрғақ болуы қажет. Содан кейін күштің кішкентай жағын пайдаланып сырымызды өткіземіз. Мінекей сырымызды өткізіп алдық. Енді үстіне жұмыртқамызды саламыз. Содан кейін үстіне ұн салып, оны жақсылап қолымызбен араластырамыз. Онда біз қамыр өз қалпына келгенде, біркелкі қамыр болғанша дейін ұн салып, оны жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің қамырымыз уже біркелкі болды. Осындай қамыр болу қажет. Сіздерде де қолдарыңызға ондай қатты жабыспайтын біркелкі қамыр болу қажет. Мінекей өздеріңіздің мөлшерлеріңізбен қамырды дөңгелетіп, бір дөңгелек пішін жасаймыз. Біз сырный шарикелерімізді дайындап алдық, енді қуыру ғана қалды. Қызып тұрған табаға сұйық май құямыз. Сұйық май құйған кезде біз бауырсақ қуырғандай біздің бауырсағымыз батып тұру қажет. Сол сияқты біздің сырный шарикеміз де батып тұру керек. Оны бауырсақ ұсатып қуырып аламыз. Ендігі соңғы процесс ол майымыз қызды, сырный шарикемізді салып қуырып аламыз. Мінекей сырный шарикеміз дайын болды. 5 минутта ғана дайын болады. Ауызашарға істесеңіздер болады. Оразаларыңыз қабыл болсын. Сіздерге ас болсын, міндетті түрде дайындап көріңіздер.